Kolda almayın okursun. Dada, alo. Alo. Dada. Женя, айналайын, здравствуй, балам. Ассаламу алейкум. Ай, уалейкум ассалам, айналайын. Қазақсың ба, орыссың ба? Қазақ қой, айта беріңіз аға. Женя, атың орыс екен. Женя, Ау. алдын мен балам барған еді саған. Аха. Машинасын оңдатып қарап еді, дұрыс жасамай келіпті деп, машинасы қызбай жатыр ананың. Кімнің, қай баланың, не мәшін? Тойота ма, бірдеңе ғой, Тойота. Тойота? Иә. Қой, Тойота деген мәшін қараған жоқпын мен. Ай, электрик деп сенің номеріңді берді ғой, айналайын. Жоқ, сіз кімнен алдыңыз менің номерімді? Баламнан алдым ғой, баламнан. Жене? Балаңыздың аты кім? Ау, Балаңыздың аты кім? Айтмұрат. Айтмұрат. Алдыңғы анау сигнал жалғаған ба? Иә. Анау серебристима, анау кішкене бір түсті мокрый асфальт. Қаралау, чөмнелау келген ғой, Жене. Иә, содан аға, иә. Соны қайттан бірдеңе болып қалды деп жатыр. Соны енді саған соғып айтайын деген ғой соны, Жене. Не болып қалды? Ай, білмеймін, мен өзім коляскада отырған адаммын. Балам үйге келіп, машина қызбайды деп, мана терезеден көрсем, машинаның капотын ашып, бірдеңе қалып жүр, сұрасам, қызбайды дейді. Тоқ қуып жатыр дей ма, бірдеңе дейді ғой. Ол қызбағанда оны енді қарау керек та, оны балаңыздың өзіне алып сол хабарласқан жоқ, сол звондап. Ай, балам басқа бір электрик деп жүреді ғой, соған мен айтқам, ақшасын бергеннен кейін оны да қанша істеп алмадың ба десем, ыңғайсызданам дей береді, содан номерін алып өзім соққам ғой, балам ау, Жене ау. Енді аға қараңыз, мен істегенде ол жерде мен істегенім 1000 теңгеге ана тек қана сигналды жалғап бердім. Басқа ештемесін шыққан да жоқпын, төккен де жоқпын. Анау сигналдың проводы үзіліп қалған екен, сол проводты жалғап бердім, сигналды салып бердім. Болды, сигналды жасап кеттім. Сигналы қатты шығып тұр да, соның сигналы басқан кезде жаман қатты шығады, ана құлақты ағып жатыр да. Қатты шығатыны ол енді сигналдың өзінен ғой аға. Мен үйде бір сигнал құрастырып отырған жоқпын ғой. Жоқ, енді айналайын, анау мен ұйықтап жатсам сигнал басады, ана балдармен келіп бәле бәтердің бәрін жинап алады үйдің алдына. Сол сигналын қазір жіберем, білдіртпей алып тасташы ана сигналын. Оны алып тастау қалай болады екен? Айтамаған, братан, сигнал жалғап бермесең, бір-екі рет мәшін соғып алайын дедім. Анау жол бермейді адамдар дегеннен кейін жалғап беріп едім ғой. Ай, жол берейін, анасы кейін ол құлақты тыныштық бермеді, Жене, балам, алып бере қойшы, қазір жіберейін, балам, жұмыстасың ба сен? Қазір мен мына Тилман жақта жүрмін аға. Сол алыста едім ғой қалада. Сол ана сигнал қатты шығады да, Жене. Мен өзім коляскада отыратын адамын үйде. Ау. Сигналдың жай шығатыны жоқ қой деймін, бәрі қатты шығады ғой. Енді біз Совет өкіметінің адамымыз, енді ол ондай сигнал көрмегеннен кейін мынау қатты шығады, Жене. Анау гаражда үйдің төбінде де менің бөлмемнен бағда ерке өскен, сен айқайлай алмайсың. Коляскада отырып шығам дегенше машинаны айдап кетіп қалады далаға. Одан түнде келеді, таңертең кетіп қалады, ұйықтайды. Енді соны бірдеңе қылып берейін, Жене, сигналын алып таста. Ертең қайда боласың? Ана өткенде өзі келген гаражға келіп кете қойшы. Онда ертең баланы жіберейін, Жене. Ана сигнал алып берсе бірдеңе қалып, иә? Алып бергенде мен сосын неғылдеймін, ол айтады ғой маған, братан, саған өткенде өзің жалғап бердің, саған келгенге дейін сигналым жасап тұр. Үйтіп әңгіме айтып жатса, ана баланы бір ұқтап тастай сал, өзім жауап берем, айналайын.
Siz ладно, таза bir жолды қарастыратын я. Қазір кешке қарата хабарласам және айналайын, жарай ма? Давай, Болды, жақсы. Женя, бауырым, сигнал бар ғой, ана білмеймін қалай айтмұрат деп едім, дәл тапқан сияқтымын ғой.